Bugungi bizning sayt sababimizga hoş geldin. Жастар елдің ертеңі, мемлекеттің тірегі. Сендердің әрқайсың тәуелсіз Қазақстанның болашағысыңдар. Осы сөздерден балдар не түйдіңдер өзі? Қол көтеріп. Тағы. Да, балдар. Енді бұл сайыс сабақ болғаннан кейін біз топқа бөлінуіміз керек. Барлығымыз беріп мышканы бір рет басамыз. Мына жерде жалауша, елтаңба, одан кейін асық шығады. Жалауша шыққан топтар мына жаққа отырамыз бірінші қатарға. Елтаңба шыққандар екінші қатарға отырамыз. Асық шыққан топтар үшінші қатарға барып отырамыз. Түсіндік пе? Ал, таңдаймыз. Сендермен сайыс сабақтың кезеңдерімен таныстырып өтейін, иә? Бірінші кезеңіміз таныстыру. Екінші кезеңіміз тарихтан сыр шертеміз, яғни тарих сабағынан келетін сұрақтар келеді, яғни. Үшінші рәміздер рухымыз. Ол кезде сендерге құрастыруға беріледі, фазыл беріледі. Оны тез 1 минуттың ішінде құрастырып үлгеру керексіздер. Одан кейін төртінші мақалды жалғастыр. Яғни сендерге мақал шығады мына жерде бас жағы. Соны қол көтеріп, кім бірінші қол көтереді? Сол жалғастырады. Содан кейін көреміз, иә? Бесінші болашаққа қадам. Яғни болашақта Қазақстанды дамыту, көркейту үшін біз не істей аламыз? Сол сұраққа жауап береміз. Түсіндік қой, иә? Әр топ өз топтарымыздың атауын таныстыруларымыз қажет. Таныстыру форматы өз еріктеріңізде. Яғни сіздерге 3 топқа 3 атау берілді, иә? Әр топ өздерінің топтарының атын таныстыру керек, ұранын айту керек, иә? Жақсы. 1 минут уақыт ойлану. Жақсы, 3 топ келеміз тақтаға. Топтардың атын алғандар. Тобымыздың аты Жігерлі жастар алға. Ұранымыз Жігерлі жастар алға, биікке самға. Ой, жақсы, керемет. Жақсы отырыңдар. Келесі қай топтайын екен? Қол соғар. Екінші, үшінші топ. Тез-тез. Қара, біздің тобымыз қара нұрға. Біздің ұранымыз қырандар ал, самға самға. Ой, жарайсыңдар, керемет. Үшінші топ келейін. Біздің тобымыз тәуелсіз ұрпақтар тобы. Біздің ұранымыз тәуелсіз тұлпарларға қырандай самға. Ой, жарайсыңдар, керемет. Жақсы отырамыз. Жақсы балалар өздері. Мысалы, мына топтан бір оқушы тек қана бір сотымен ғана сканер кетеді. Үйарда екінші топтан бір немен ғана сканер кетеді. Үшінші топтан бір сотымен ғана сканер кетеді. Кетейік, бір-бірден. Дұрыс жауабын таңдап отырасыңдар. Кеттік.
qanday ramzimiz bizning? O ramzlarimizning avtorlari kim deb soni aytib o'tasiz. Siz kleysiz bo'yab, kleysiz. Bizning tomimizga berilgan qazilda Yetambayning surati binolangan. Yetambayning avtori Shotamar Alixanov және Жандарбек Мамедов. Жақсы, керемет. Келесі Гүлшоқ. Qazilımızda turuşda. Bizim turdan avtori Shaken Yazbekov. Жақсы. Memlekеттік yeminimiz chiqdi ya. Onun avtorlari Nursulton Nazarboyev, Aldayapov. Abrili. To'rtinchi kelingimiz maqolni жалғастыр. Ya'ni birinchi turgan maqolga жалғастырамыз, ya, biroq qo'l ko'tarishga qaytib ekan. Har maqolga 1 rupiyalar berilib o'tiradi har to'pqa. Kelesi birinchi to'pqa, ya. Yer esimi. Uchinchi to'p, birinchi to'p, ikkinchi to'p. Hadi. Болашаққа қадам. Постымен немесе қысқаша презентация жасап, ақпараттар туралы барында, ya. Ол арқылы қорғайсыңдар. Яғни 2030 және 2040 жылдардағы Қазақстан қандай болады? Бірінші топ. Ал бірінші топ сіздерге берілген сұрақ 2030-2040 жылдардағы Қазақстан қандай болады? Үшінші топта дайын екен. 2030 және 2040 жылдардағы Қазақстанда технология дамыды. Өзінің сөйлемінде қазіргі айтқан сөзінде жазады және роботтар пайда болып тазалайтын, ауланы тазалайтын, өте үлкен ғимараттар мен мектепханалар салынады. Телефон және компьютерлерді әртүрлі түрлері шығады. Әртүрлі ойын-сауықтар салынады және жаңадан Қазақстан ақшалары және теңгелері шығады.